анықталды. Ол 17 жастағы Сабина Әзімбаева. Мисс Алматы. Мисс Алматы 2017 Сабина Әзімбаева. Сабина Әзімбаева, мисс Алматы. Алматы аруы титулын жеңіп алған Сабина Әзімбаева Тұран колледжінің аудармашы және гид мамандығында білім алатын студент. Алматы аруы 10 миллион теңге көлемінде сыйлық, Қазақстан аруы 2017 мен Әлем аруы 2018 байқауларына жолдама алды. Как я говорила ранее, Бұрында айтқанымдай бізді барлық жағынан тексерді. Менің ойымша ару сұлу ғана болмау керек. Ол талантты, шыдамды, өзіне сенімді болу керек. Мен қатты қобалжыдым. Жанымдағы қыздарды номинацияларға шақырып жатқанда номинациясыз қалған мен ғана болғандықтан бұл титулдың маған бұйырғанын түсіндім. Мен өте қуанышты әрі бақыттымын. 3 ай бойы 400 ару бақ сынап, ең үздік 10 қыз финалда кездесу оңай болған жоқ дейді арулар. Тіпті финалда өзіне сенімді қыздар да көрінді. Мен өзіме 90%-ға сенемін, өйткені жаңағы өнерімізді көрсеткенде түгел мен достарым, түгел көрермендер өте қатты қол шапалақтады. Сол себепті мен өзіме өте сенімді болып тұрмын. Финалға өткен 10 қыз видео таныстыру, корсетпен дефиле, көше музыкасына би, шығармашылық байқау, бетпердемен және кешкі көйлек киіп дефиле көрсетті. Жеңіс тұғырынан көрінген 2 вице-ару Алина Миркина мен Дарья Галошкина Грекияда ағылшын тілін оқуға 4 жылға жолдама алды. эмоции просто переполняют на самом деле. Эмоциямызды жасыру мүмкін емес. Қуаныштымыз, керемет байқау болды. Мен вице-ару титулында мықты деп санаймын. Ал 3 айда құрбымызға айналған Сабина жарады. Ол лайық деп ойлаймын. Сұлулық энергия соранымен өткен байқауда қыздардың барлығы түрлі сынақтардан өткен. Финалға өткен сұлулардың бәрі құрметке лайық деп таныған қазылар алқасы қыздарды түрлі номинациялармен марапаттап жатты. Ал үздік үштік енді Алматы намысын қорғайтын болады. Да, это в рамках национального конкурса. Иә, бұл байқау ұлттық Қазақстан аруы байқауының аясында ұйымдастырылды. Біздің жеңімпаздар, яғни Алматы аруы мен 2 вице-ару осы жылдың желтоқсанында өтетін Қазақстан аруы байқауына қатысуға құқылы. Қыздардың бәрі 3 ай дайындықта болды. Бәрі де әдемі, ақылды, көздері күлкілері әдемі. Дегенмен байқаудың аты байқау. Айта кетейік, 2015 жылдан бастап Алматы аруының жеңімпазы Әлем аруына қатысады. 2016 жылы байқауға Регина Вальтер қатысқан болатын. Бұл жылы Алматы аруы Сабина Әзімбаеваға сәттілік тілейміз. Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт.